Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен үш торай ертегісімен танысатын боламыз. Баяғыда ағайынды үш торай өмір сүріпті. Үшеуінің бойлары да, түрлері де топ-томалақ, құйрықтарына дейін бірдей екен. Аттары да ұқсас болыпты. Ниф-ниф, нуф-нуф, наф-наф. Жаз бойы жасыл шөпке аунап, күнге қыздырынып, шалшықтары рахаттанып жатыпты. Жаз өтіп, күз келеді. Күннің көзі баяғыдай қыздырмайды. Сары орманның үстіне сұр бұлттар жүйріле бастады. Қыстың жайын ойлау керек деді бірде ерте тұрған наф-наф інілеріне. Мен суықтан қалтырап тұрмын, ауырып қалуымыз мүмкін. Бірлесіп үй салып бірге қыстайық. Бірақ ағалары жұмысты бастағылары келмеді. Жер қазып тас тасығанша күздің соңғы жылы күндерінде аунап-қунап ойнағылары келді. Үлгереміз қысқа шейін, әлі уақыт бар, ойнай тұрайық. Одан да деді Ниф-Ниф секіре жөнелді. Керек кезінде мен өзіме үй салып алам, деді Нуф-Нуф жерге жата кетіп. Мен де деп қоштады Ниф-Ниф. Өздерің біліңдер, мен сендерді күтпей өзіме үй сала беремін, деді Наф-Наф. Күн суыта бастады. Ниф-Ниф пен Нуф-Нуф олар жұмыс жайлы ойлағылары да келмеді. Олар ертеден кешке дейін ештеңе істемеді. Секірді, аунады. Олар тек күн қатты суыта бастағанда ғана олар жұмысқа кірісті. Ешкіммен ақылдаспастан өзіне сабаннан үй тұрғызды. Ниф-Нифке үйі өзіне ұнағаны сонша әндете жөнелді. Жарты әлемді шарласаң да бұндай үйді таппасың деп жақын маңда бұтақтан үй тұрғызған Нуф-Нуфке келді. Оның да үйі тез арада дайын болды. Нуф былай деді: менің үйім жап-жақсы, қорқынышты емес, найзағай мен тамшы, міне сенің де үйің дайын болды. Енді екеуміздің қолымыз бос жүр. Наф-Нафқа барайық. Оның көптен бері көрген жоқпыз, деді Нуф-Нуф Ниф-Нифке. Наф-Наф болса тастарды тасыды, балшық езді. Сөйтіп ол өзіне жаңбырдан, желден қорғанатын жылы үй салды. Үйдің есігін еменнен жасады, есікке тиек жасады, қасқыр кіре алмасын деп. Ниф-Ниф пен Нуф-Нуф ағаларын көріп айғай салысты. Сен не істеп жатырсың? Үй ме, бекініс пе? Торайдың үйі өзіне бекініс болу керек, деді Наф-Наф. Кіммен шайқаспақшысың деп келемеждеді. Ал Наф-Наф болса жұмысын ары қарай жалғастыра берді. Мен бәріңнен ақылдымын. Үйді тастан қаладым. Ешбір аң үйге кіре алмайды. Бұл қандай аңды айтып тұр, деді інілері. Мен қасқырды айтамын, деді Наф-Наф. Бұл қасқырдан қорқады, ал біз ешбір аңнан қорықпаймыз, деп кете берді. Олардың шуынан ағаш түбінде ұйықтап жатқан қасқыр оянды. Бұл не шу? Деп қасқыр торайлар жүрген жолға жөнелді. Қайдағы қасқыр? Біз оның тұмсығынан ұстап аламыз ғой, деп батыр сынды. Олар қасқырды тек суреттен ғана көрген болатын. Олар ағаштың тасасында тұрған қасқырды көріп
шошып кетті. Қасқыр енді ұмтыла бергенде шыңғыра қаша жөнелді. Торайлар үйлеріне тығылды. Қасқыр бірінші Нуф-Нуфтың үйіне келді. Үйіне қатты демен деп үрлеген кезде Нуф-Нуфтың үйі қирап кетті. Содан Нуф-Нуф ағасы Ниф-Нифке қашты. Қасқыр тағы да кеп қатты үрлеп еді, үй қирап түсті. Нуф-Нуфтың үйіне кеп тығылды. Қасқыр үйдің алдына келіп қанша үрлесе де үйді құлата алмады. Себебі үйді ол қыштан жасаған еді. Ағайынды үш торай бақытты бірге өмір кешті. Достар, ертегі ұнаған болса, каналға жазылып лайк басуды ұмытпа.